Мына жерде тайдың қарталары 3-4 қайтара суық сумен жуып алдым. Енді қазір осының үстіне сұйық май құямын. Бұл жерде 100 мл шамамен сұйық май. Бәрін құйған жоқпын, қалды даже. Енді осыны қарталарға жағып қоямын. Соғымның уақыты басталып жатыр, сондықтан өте жақсы лайфхак. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау қартаның ішіндегі жалқайырын шығарып жатыр. Иісі де кетті құйған кезден бастап. Және жаңа сыртындағы жабысқақ жалқайырын да кетіреді. Тап-таза әдемі жуылған қарта болып шығады. Сондықтан мынау шек, бұл да жақсылап жуылған. Енді үстіне майын құйып қоямын. Араластырып, бұны да жарты сағатқа қалдырамын. Тағы да қайталап айта кетейін. Жаңағы май құйған сәттен бастап иісі кетіп, бірден мынау шектің ішінде болатын жалқайыры шығып жатыр.